жаттығу бойынша пресс-релиз бүгін басталып, үлкен бір учение жаттығу болып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, мына қыс мезгілі басталып жатыр. Оның артында біздің адамдар өздеріңіз білесіздер, көктем кезінде су тасқынынан проблемалар соның бәріне дайындық алдын ала бүгін болып жатыр. Мынау алдын ала дайындық керек. Өздеріңіз білесіздер, мына тау жағында, жазық жағында мынау сумен қатысты, қармен, жолмен қатысты біраз қауіпті жағдайлар бар. Сондықтан бүгін бірнеше қызметкерлерді, бірнеше службаларды дайындығын көріп, техникасын көріп, мынау қызметкерлермен барып өзіміз көріп шықтық. Дайындық бар. Енді ең бастысы бір-бірімізбен байланыс, жедел орнына зардап аздап отырған адамдарға жеткізіп көмек көрсетіп, соған ең бастысы болдырмау сондай жағдайға келтіруі. Сіздерге бүгін мынау жиналып, дайындықты көрсетіп, сіздерге бәріңізге рахмет. Осы келе жатқан қыс мезгілі бар, артында жағдайда көктем мезгілі бар. Сол бүкіл табиғаттың өзінің бір қиындықтары болып қалуы мүмкін, соған дайындық болу керек. Әрқайсымыз осыған күш салып, дайындықпен, бүкіл техникамен, бүкіл дайын бол дегендей сондай бір бірлесіп жұмыс істеуіміз керекпіз. Негізі өзіміз жоспарымыз бар, бүкіл байланыстарымыз бар, жобаларымыз бар. Осының бәріне дайын болу керекпіз. Бәріңізге рахмет.